Армысыздар құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Абрай Мирас, эфирде Бөкетов Лайф. Факультетіміздегі Сәкен Сейфуллин атындағы балауса студент жастардың шығармашылық орталығында белгілі журналист Мартбек Тоқмырзаны еске алу кеші өтті. Іс-шараны журналистика кафедрасы ұйымдастырды. Белгілі журналист, сатирик Мартбек Тоқмырзаны еске алуға әріптестері, шәкірттері және туыстары қатысты. Бауыра Аслан Тоқмырза ағасының бірқатар егістерін еске алды. Соның ішінде елімізге танымал нәтиже компаниясының атауына үлес қосуымен қоз көрпеш байын сұлу ғашықтар күнін белгілеу идеясының бастамашысы болуы айтылды. Мен де үйіне қашан келсем, үйлерде студенттер отырады. Сол кезде айтатын, бауырлар менен гөрі студенттерге жиі келетін деп көріп отыратын. Өмірдің өте шағында да студенттері хат жазып, сәлемін айтып сөйтіп жүрді. Мартбек Мекентайұлы қазақ телевизиясына өзіндік қолтаңбасын қалдырған, тың серпін әкелген кәсіби журналист. Ұстаздық қызметінде дараланған қаламгер журналистика кафедрасында бірнеше жыл қызмет істеді. Шәкірттері оның ұстамдылығын, парасаттылығын және сабақ беру тәсілінің ерекше тұстарын атап өтіп, сағынышпен еске алды. Өмірдің соңына дейін күрескен тұлға. Және де оның тағы бір қыры, ол кісінің сатирасы. Сол жаңағы ащы зілді сатирасы менен біз қоғамдағы үлкен мәселелерді сынға алып, сол жаңағы кереғар мәселелермен күресте қоғамның жаңағы көзқарасын оятқан сондай үлкен тұлға. Журналист әдебиет пен өнер саласының ерекше стилінің бірі болған. Сатира жанрында да бірнеше еңбектер жазып қалдырды. Соның ішінде «Жымиясын сен неге» мәселенің мәнісі туындылары аталмыш жанрдағы шоқтығы биік туындылар. Мен 40 жыл болды, 40 жылдан асып баратын мереке осы кісінің қасында келе жатқаныма. Бұл кісі негізі бала сияқты ақын ғой, періште. Негізі бұл кісіде кәдімгідей арамдық деген, жаман ойлау деген жоқ қой. Бұл кісі бала сияқты да, бұл кісіні кәдімгідей кез келген уақытта бір алдап та кетуге болады. Мысалы, енді осы 75 жылдық мерейтойы Алла қаласа осы сәуірдің 6-сы күні өтейін деп жатыр. Соған енді жақсы үлкен дайындық жасап жатырмыз. Кеш барысында Мартбек Тоқмырза туралы бірнеше маңызды ұсыныстар мен жаңа бастамалар қолға алынатыны айтылды. Бүгінгі келіп түскен ақпарат легі осы. Келесі жүздескенше аман, сау болыңыздар.